Сәлем қадірлі оқушылар. Сіздер үшін әдемілеп теріп, әрлеп 28 маусымда болған ұбт нағыз ұбт-ның сұрақтарынан құралған нұсқа талдауының екінші бөлімін бастаймыз. Массасы 30 грамм темір тақташаны мыс 2 сульфаты ертіндісіне батырып, біраз уақыттан кейін шығарып өлшегенде масса 33,6 грамм болды. Тақташа бетіне қонған мыстың массасы. Естеріңізде болса, бірінші бөлімде біз электролизден кейін қалған тұздың массалық үлесіне байланысты есепті шығарған едік, Ол есеп күрделірек болатын. Реакция теңдеуін жазып алдым. Темір еріген, ал мыс сол темір пластинканың бетіне қонған. Ал енді есеп қисаптарды жүргізе берсем болады. 30 грамм темір тақтайшадан еріген темірді, оның массасы қанша екенін білмеймін, сол себепте 56х деп аламын. Қонған мысты, оның массасы сәйкесінше 64х қосып аламын. Нәтижеде тақтайшаның соңғы массасы 33,6 грамм болған екен. Мына теңдеуді шешіп берейін. Азайтқан кезде менде 8х болады. 33-ті 6-нан 30-ды азайтқанда 3,6. Х-ті тапатын болсам, сәйкесінше менде болады 3,6-ны 8-ге бөлгенде 0,45 молға. Енді біздің есептің шартында тақташаның бетіне қонған мыстың массасын сұрап тұр екен, Демек, оны тауып жіберейік. Демек, массамыз 0,45 молды көбейтемін 64 мыстың емеріне, грамм бөлінген мол. Ол тең болады 28-де 8 граммға. Ал бізде еріген темір қанша болады деп сұрап қалатын болса, онда табуға болады. Бұның үшін тағы 0,45 молды көбейтеміз темірдің емері 56-ға. Бұнда бізде болар еді 25-те 2. Мына екін азайтқан кезде сол мына жерде айырмашылық қаншаға тең болып тұр? 30, 33-те 6, 3-те 6. Сол сан келіп шығады. Сонда ғана есебіміз дұрыс болады. Демек, бізде қонған мыс массасын сұраған екен, оның массасы 28-де 8. Белгілеп жіберейік. Қиын емес қой, оқушылар. Сонымен біз енді жұмбақ заттарды бастаймыз сіздермен. Жұмбақ заттар оқушылар бізде көбінесе химиялық қасиеттерді білуді талап етеді. Оқушы химиялық қасиеттерін жақсы білетін болса, біздің тілмен айтқанда оп-оңай шеше алады. Енді танысайық, А тұзы Х металының қосылысы. Ол жалын түсін сары түске бояйды. Мына жерде сары түске бояйды деген сөзді сразу ұстап аламыз. Бұл бізде тұз құрамында натрий болуы мүмкін деген сөз. Х бізде натрий болды, мына сары түске бояйды деген сөзден ұстап алдық. Ал енді қыздырған кезде Б тұзын түзіп ыдырауы деген терминнен уже А затында тауып алдық, Бізде А заты бұл натрий гидрокарбонаты. Енді Б тұзы әрине сәйкесінше бізде натрий карбонаты болады. Демек, жалғастырамыз енді. А және Б тұздарын кальций гидроксидімен әрекеттестіргенде 1000 градус температурада Е затымен иіссіз Д затына ыдырайтын С затының тұнбасы түзілді. Оқушылар, демек біз натрий гидрокарбонат пен натрий карбонатқа кальций гидроксиді немесе АкСО деп атаймыз. Қосқан кезде бізде келесі С затымыз кальций карбонаты түзіледі. Кальций карбонат 1000 градуста ыдырайды, яғни бұнда кальций оксиді мен Со2-ні береді. Демек, бізде Е затымыз болып тұрған екен. Сәйкесінше, Д затымыз, кешіріңіздер, Д затымыз болып тұрған екен. Д заты бізде болып тұрған екен. Иіссіз деп тұр, Д заты иіссіз газ, бұл бізде әрине көмірқышқыл газы. С затының тұнбасы әрине кальций карбонаты. Енді бізде Д газын Б тұзы арқылы өткізгенде А заты қайтадан түзіледі, яғни натрий гидрокарбонаты түзіледі деп тұр, Енді Е заты, тағы Е заты, мына кальций карбонатты қыздырған кезімізде Со2 мен бізде кальций оксиді түзіледі. Демек, біз заттардың барлығын анықтап алдық. Енді әдемілеп реакция теңдеулерін сіздерге жазып берейін,
Ал енді мына жердегі заттар, демек, А затымыз мына натрий гидрокарбонаты болды, Б затымыз натрий карбонаты болды, С затымыз кальций карбонаты болды, мына жерде, мына С затымыз. Ал Д заты мына жерде С2 болды бізде, ал Е заты кальций оксиді болды. Демек, біз А, Б, С, Д, Е заттарының барлығын анықтадық, оқушылар. Тағы бір жұмбақ заттар берілген екен, оқушылар. Қара түсті ұнтақ А заты берілген. Оны қыздырып, үстінен түссіз Б газын өткізгенде қызыл түсті С заты. Демек, оқушылар, қара ұнтақ бізде, қара түсті ұнтақ, қызыл түсті затқа айналған болса, біз мынаны әрқашан жақсылап есте сақтап қалайық, мыс оксиді болады. Неге? Себебі мыс оксиді қара түсті ұнтақ, ал мыс болса бізде қызыл түсті металл. Сондықтан қызыл және қара, сол сөздерге мән беріңіздер. Демек, енді реакция теңдеуін жаза аламыз, иә? Бізге айтып жатыр, А затына қыздырып, Б газын өткізгенде дейді. Демек, бұл сөтек балалар. Б газын өткізгенде бізде қызыл түсті мыс және Д сұйықтығы, бұл бізде су, әрине. Ал енді дальше Д затын гидролиздегенде, демек, мына суды гидролиздеген кезде бізде электролиздегенде, кешіріңіздер, мына суды электролиздегенде Б газы түзіледі қайтадан дейді. Яғни бізде әрине сүтек және оттек түзіледі. Сол себепті мына жерде біз мына заттарды таба алдық. Демек, бізде мыс оксиді болды, А заты, қара ұнтақ, С заты бізде болды мыс, ал Б газы бізде болды сутек, мына көріп тұрсыздар. Ал енді Д заты бұл бізде болды су, яғни сұйықтық. Демек, біз барлық заттарды анықтап алдық. Химиялық қасиеттерін және заттардың түстерін білетін болса, жұмбақ заттарды оңай шеше аламыз. Оқушылар, келесі жұмбақ заттар бізде қатты қызыл түсті А және ақ түсті Б заттары 6-5 молдық қатынаста. Бұл не болуы мүмкін деген сұрақ туындап тұр, иә? Сәл үйкегенде от алады. Опана, мына сәл үйкегенде деген сөзге қатты мән беріңіздер. Яғни сіріңке өндірісінде біз, сіздер барлықтарыңыз бұны көргенсіздер. Сіріңкені не істейміз? Мына кішкене үйкеген кезімізде не болады? Ол от алып кетеді, иә? Демек, мына сіріңке өндірісінде қатысатын зат екен. Ал олай болса, бұл заттарды да біз спокойно таба аламыз. Тек қана белгілеп алайық, иә? Демек, қатты қызыл түсті А заты бізде қызыл фосфор болды. Фосфор. Енді ақ түсті Б заты бізде демек, сіріңке өндірісінде бертолет тұзы мен фосфордан біз пайдаланамыз. Ал енді реакция нәтижесінде ақ түсті С заты бізде, ақ түсті С заты бұл бізде P2O5. Неге? Олар реакцияласқан кезде ақ түсті С заты және Д заты түзіледі дейді. Демек, мына С заты бізде P2O5 болды. Яғни Д заты бұл бізде калий хлор болды. Оқиықшы, С затын сілтімен бейтараптар күміс нитратын қосы сары түсті тұнба түзіледі. Демек, сары түсті тұнба бізде аргентум фосфат. Олай болса, реакция теңдеулерін жазып жіберейін, әдемілеп. Қараңыздар, 6-5 дегенді сіздерге көрсетпекшімін. Мынау 6 фосфор, 5 бертолет тұзы. Ал енді бізде түзіледі калий хлор және P2O5. Мына С затын, яғни P2O5-ті сілтімен бейтараптап дегендіктен натрий OH қосамын.
Демек заттарды жазып шықтым. Менде қызыл түсті А заты фосфор болды. Мына қазір барлығын сіздерге тағы бір рет көрсетіп жіберейін, иә. Демек мынау фосфор болды, ал бертолет тузы Б заты болды. Ақ түсті P2O5 болды бізде С, және калий хлор Д заты болды. Гидролиз дейтін болсақ, калий OH және H хлор екі күшті зат түзіледі, сондықтан бейтарап күміс нитратын қосқанда ақ тұнба, яғни күміс хлориді ірімшік тәрізді түзіледі. Демек сіздермен жұмбақ заттардың барлығын таптық оқушылар. Келесі жұмбақ заттар бізде белгісіз А заты түссіз, ауадан жеңіл, суда ерімейтін газ. А заты қызыл қоңыр түсті Б жай затының сулы ерітіндісін түссіздендіреді дегендіктен, демек мына жерде точно білеміз, бұл газымыз алкен екен. Алкен. Неліктен? Себебі алкендер бром суын түссіздендіреді. А затын гидратациялағанда түзілген өнімді 140 градус температурадан төмен температурада концентрленген күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда еріткіш ретінде қолданылатын Д заты түзіледі. Демек С өнім бізде әрине алкен болатын болса, біз оны сулы ерітіндіні түссіздендіріп алдық. Гидратациялағанда бізде этанол болады. Себебі этанолды 140-тан жоғарыда қыздырсақ этен, 140-тан төменде эфир түзіледі. Ал мына жерде төмен температурада дейді қыздырғанда, демек эфир түзіледі екен. Бұл бізде диэтил эфирі. Ал енді реакция теңдеулерін сіздерге жазып берейін. Демек енді мына жердегі заттарды анықтап жіберейік, иә. Қараңыздар, бізде А заты этилен болды. Б заты бромдық су болды. С заты этанол болды бізде. Ал мына Д заты диэтил эфирі болды оқушылар. Демек біз диэтил эфирін өте көп мақсаттарда пайдалана аламыз. Мысалы, олардың біреуі еріткіш ретінде қолдануға болады. Демек оқушылар, бізде соңғы жұмбақ заттарға назар аударайық. Нөмірленген 4 сынауқта заттар берілген екен, иә. Бұл нөмірленген сынауқтағы заттарды анықтауда сіздерге мынандай бір мұқият болатын жайттары бар. Тумбалардың түстеріне көңіл бөлу керексіздер. Мына 4, мысалы, бірінші мынау бір сынауқта, мынау тағы бір сынауқта, мынау тағы бір сынауқта, мынау тағы бір сынауқта тұр деп ойлаңыздар. Демек, бізде 4 сынауқтың әрқайсында қандай заттар тұрғанын табатын мынандай бір қазір сіздермен анализ жасаймыз. Бірінші сынауқтағы ерітінді, екінші және үшінші ерітінділермен ақ тұнба береді. Ал төртінші ерітіндімен ешқандай өзгеріс жоқ. Демек оқушылар, бірінші сынауқта менде натрий сульфаты тұр екен. Бұны қайдан білдім? Себебі натрий сульфаты натрий фосфатымен ешқандай реакция бермейді. Ал енді екеу қалды, иә? Бірақ олардың қайсы біреуі қайсында екенін пока білмейміз. Енді екінші сынауқтағы ерітінді номер 1 және номер 3 ерітінділермен ақ тұнба береді. Ал 4-ші ерітіндімен сары тұнба береді. Демек оқушылар, екінші сынауқта бізде аргентум нитраты тұр екен. Себебі сары тұнбаны аргентум фосфатын аргентум нитраты береді. Ал олай болса, 3-ші сынауқта бізде әрине барий хлориді тұрады. Енді 3-ті тексеріп жіберейік. 3-ші сынауқтағы ерітінді, яғни барий хлориді, 1-мен барий сульфатын, 2-мен аргентум хлоридін, 4-мен барий фосфат тұнбаларын түзеді. Демек, 4-ші сынауқтағы ерітінді, яғни натрий фосфаты, 1-мен өзгеріс жоқ, ал 2-ші ерітіндімен сары тұнба, 3-ші ерітіндімен ақ тұнба береді. Демек, біз сіздермен нақты мына жердегі барлық заттарды тауып алдық оқушылар. Сәйкестендіру сұрақтарына өтеміз. Зертханада, яғни өндірісте аспиринді қалай аламыз? Дәрілік заттарды алудың екі әдісі бар, иә, зертханалық өндірістік. Зертханада біз бензолдан аламыз. Бензолдан бір сатылы синтездеу. Иә, біз зертханада, демек, бір сатылы синтездеу арқылы алатын боламыз оқушылар аспиринні. Ал енді өндірісте талуолдан аламыз. Талуолдан бір сатылы, жоқ, бензолдан көп сатылы,
демек өндірісте талуылдан көп сатылы синтездеу арқылы аспирин алатын боламыз. Енді сіздер білесіздер, иә, аспиринді біз бір жылда көптеген елдерде көптеген тонналап шығарылатын болғандықтан, бұл өндірістік әдісі мұқият ойлап шығылған. Демек аспиринні алудың бірінші сатысы бұл алюминий хлорид катализаторымен талуылды хлорлау. Екінші сатысы озон көмегімен тотықтыру. Үшінші сатысы бұл алынған хлорбензой қышқылына натрий гидроксидінің ерітіндісімен сабындау. Ал төртінші сатысы салицил қышқылын алу. Бесінші сатысы болса салицил қышқылына сірке ангидридімен өңдеп аспирин алу. Соңғы алтыншы сатыда оны кристалда құрытып дейміз, таблетка шығаруға жіберу. Демек, мына өндірісте көп сатылы деген себебіміз содан, оқушылар. Қышқылдарды pH мәндерімен сәйкестендіріңіз. Бұл жерде бізге күрт қышқылы берілген екен, сіздер неге мән бересіздер? Мына жерде екі негізді қышқыл, бұл жерде бір негізді қышқыл. Сол себепті біз pH-ты есептеуден бұрын оларды иондарға ыдыратып жіберейік. Екі негізді қышқылымыз, күкірт қышқылы, ионға ыдыраған кезде 2 мол сутек иондарын береді. Ал бір негізді тұз қышқылы иондарға ыдыраған кезде 1 мол ғана сутек иондарын береді. Соған мұқият болыңыздар. Ал енді pH мәндерін есептеуге көше берейік. pH-ты табу үшін біз мына теңдеуді, логарифмдеу теңдеуіні қолданамыз. Демек, мына жерде 0,05 мол бұл бізде малярлық концентрациясы тең болады. Сутек катиондарының концентрациясы 2 көбейген 0,05. Яғни бұл дегеніміз 0,1 малярлы болып қалды. Демек, сол жерде сутек катиондарының концентрациялары да 0,1 болады, 0,05 емес, 2 есе көбейеді. Ол тең болады бізде минус логарифм концентрациясы. Мына бұл жерде 0,1 дегеніміз 10 дәрежесі минус 1 деп ала аламыз. Бұл ретте есептеп шығаратын болсам, оның мәні 1-ге тең болады. Демек, күкірт қышқылының pH мәні 1-ге тең екен. Ал енді аш хлорда тура солай есептеймін, бірақ дегенмен аш хлорда байқаған болсаңыздар, мына 1 мол болғандықтан, мына жерде 1 мол 2 мол еді, болғандықтан, онда тура есептеп кете берсем болады. Демек, аш иондарының концентрациясымен де 0,01 дегеніміз 10 дәрежесі минус 2 дегеніміз. Оны өрнектейтін болсам, демек 2-ге тең болады екен. Демек, аш хлордың тұз қышқылының pH мәні 2-ге тең болды. Түсінікті ғой, иә? Мына қышқылды бірінші сатыда иондарға ыдырату әрқашан естеріңізде болсын, оқушылар. Келесі реакцияларды өнімдерінің коэффициенттерінің қосындысымен сәйкестендіріңіз дейді. Демек, аш хлорға марганец O2 қосатын болсақ, менде түзіледі марганец хлор 2 плюс хлор 2 плюс су түзіледі. Теңестіріп жіберейін. Демек, мына жерде 2 бар. Сонда бұл 1, 2 қосатын болсам, жалпы менде 4 болып қалды. Демек, ада 2 екен. Енді натрий ашпық және хлор суық дейді. Бұнда менде түзіледі натрий хлор, натрий гипохлориті плюс су. Ал мына жерде, оқушылар, ыстық болатын болса, натрий хлораты түзіледі. Айырмашылығы сонда. Демек, енді теңестіріп жіберетін болсам, мына жерде 2 бар екен. Басқасы тең болып тұр. Демек, 1, 1, 1. Жалпы өнімдердің қосындысы менде 3-ке тең болып тұр екен. 3-ке тең болып тұр. Демек, бұл келесі жауабымыз. Оқушылар, келесі реакцияға түскен реагентпен түзілген өнімнің екі түрлі номенклатурадағы аталуымен сәйкестендіріңіз дейді. Демек, май қышқылы, яғни пропил спиртінің арасында этерификация реакциясы. Бұнда бізде күрделі эфир және су түзіледі. Мына жерде негізгі өнімге біз мән берейік. Негізгі өнім пропил пропионат. Жоқ, пропионат емес. Себебі мынау май қышқылы. Пропил бутануат. Демек, бұл дұрыс. Оқушылар, мына жерде жүдә білмей жатсаңыздар, мынандай істесеңіздер болады. Мына санап шығасыздар, С3, мынаусымен 4. 4-сі болғанда қай қышқыл еді? Бутан қышқылы деп солай тауып алуға болады. Демек, екінші бізде тривиалды атауы немесе рационалды май қышқылының пропил эфирі дұрыс болды. Келесі стеарин қышқылының сабындану реакциясы екен. Бұнда бізде сабын және су түзіледі. Негізгі өнім бізде гептодекан қышқылының натрийлі тұзы. Бұл гептодекан қышқылы емес, октодекан қышқылының натрийлі тұзы, яғни натрий стеараты. Түсінікті ғой, оқушылар? Демек, органикалық заттарды, қышқылдарды, этерификация реакцияларын мына видеоны көрген кезде білмесеңіз, бір рет қайталап алыңыздар, жарай ма? Сызба нұсқадағы X, Y, Z заттарын олардың атаулары мен сәйкестендіріңіз дейді. Демек, кальций карбиді соңында бізде анилин тұр. Демек, бұл жерде бірінші сатыда бізде ацетилен болады, X затымыз. Ал ацетиленні тримерлегенде бізде бензол түзіледі, Y затымыз. Ал біз бензолды
азот қышқылымен әрекеттестіргенде нитробензол түзіледі. Нитробензолды зинин реакциясымен біз анилин аламыз. Енді дұрыс жауабын іздейік, этен бензол анилин. Демек бізде Z анилин деп тұрда, дұрыс емес, ал мынау жауап дұрыс. Перитті көйтіргенде бізде оқушылар SO2 түзіледі. SO2-ні тотықтырған кезде бізде SO3 түзіледі. Ал SO3-ті біз күкірт қышқылына айналдырамыз. Хотя бұны өндірісте күкірт қышқылы емес, алюм аламыз, бірақ мына реакцияда, қазіргі берілген реакцияда күкірт қышқылы болады. Демек, біріншісі күкіртті ангидрид, күкірт ангидриді күкіртті қышқыл. Дұрыс емес, неге? Себебі күкіртті қышқыл емес. Күкіртті қышқыл H2SO3 болады. Демек, күкіртті ангидрид, күкірт ангидриді күкірт қышқылы деген жауабымыз дұрыс екен. Түсінікті ғой, сіздерге оқушылар? Керемет, түсінікті болса. Енді бізде көп жауапты тестте басталды. Көп жауапты тесттерде біз жауаптар 3 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, 1 болуы мүмкін. Бірақ негізі бәрібір мұқият болуымыз керек. Неліктен біз әр дұрыс жауапты қалт жіберген кезде балдан айырылып қаламыз. Сол себепті барлық жауаптарды белгілеуге тырысайық оқушылар. Кальций оксидін қыздырған кезімізде бізде түзіледі кальций карбиді. HA затымыз болып отыр кальций карбиді. Ал кальций карбидіне су қосқанда бізде түзіледі ацетилен. Б затымыз болып жатыр ацетилен немесе этин. Ал ацетиленді белсендірген көміртекпен қыздырғанда бізде түзіледі бензол. Ал бензолға CH3 хлор қосқан кезде бізде түзіледі Фридел-Крапс реакциясы деп атаймыз талуол. Ал талуолды тотықтырған кезде бізде түзіледі бензой қышқылы. Демек, бізде F затымыз бензой қышқылы екен. Ал енді бензой қышқылының қасиеттерін білесіздер ме? Білмесеңіздер, мына бүгін біліп аласыздар. Сусындар, жеміс жидектер өнімдерін алуда. Демек, бензол қышқылы бізде бензой қышқылы консервант болып есептеледі. Табиғи консервант. Ол сусындар, жеміс жидек өнімдерін алуда қолданады. Броммен әрекеттеспейді, полимерленмейді, оның классаралық изомері алкин емес, консервант балық өнімдерін дайындауда да қолданылады. Демек, бізде дұрыс жауаптар болды. А жауабы, С жауабы, яғни F жауаптары дұрыс болды. Түсінікті ғой, Оқушылар, енді бізде есептер басталғалы отыр. Көлемі 1 литр ерітіндіде 13-8 грамм калий карбонаты еріген болса, калий және карбонат иондарының малярлық концентрациялары. Демек, оқушылар, бізде калийді бөлек, карбонат иондарын бөлек сұрағандықтан, бірінші болып, оны иондарға ыдыратып жіберейік, 2 калий катионы, 1 мол карбонат аниондары түзіледі. Демек, мынау 1 мол, бұл 2 мол, бұл 1 мол болды. Енді бізге массасы берілген екен калий карбонатының, мол санын тауып алайық, Демек, мол сан табу үшін массаны бөліп жіберем малярлы массаға. Демек, 13-8 грамм калий карбонатты емері 138-ге бөлетін болса, менде болады 0,1 мол. 0,1 мол бұл калий карбонатының зат мөлшері. Ал енді маған табу керек калий иондарының, яғни карбонат иондарының малярлық концентрациясын. Бұның үшін бірінші болып, малярлық концентрация калий иондарының тапқан кезде, мен мына тапқан зат мөлшері 0,1 молды 2-ге, яғни мына санға көбейтем. 1 литрге бөлетін боламын. Оның мәні менде болады екен 0,2 маляр. Ал тура сол сияқты карбонат иондарының да малярлық концентрациясын таба аламын. Бұл ретте менде 1 молдан 1 мол болғандықтан, сол 0,1 молдың өзін бөлемін 1 литрге. Демек, ол болады 0,1 маляр. Демек, менде жауаптар дайын. Калий иондарының концентрациясы 0,2 маляр, ал карбонат иондарының концентрациясы 0,1 маляр екен. Түсінікті ғой, оқушылар, мына есеп күрделі көрінгенімен, кішкене ойлансаңыздар, шеше аласыздар. Бізде келесі алюм есептері екен. Біз алюм есептерін көрсек, менің оқушыларым қуанып кетеді, неліктен оңай ғана шығара алатындықтан. Демек, олай болса шешуді бастадық, Демек, 40%-дық күкірт қышқылы ерітіндісін алу керек екен. 40%-дық күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін бір жағынан суға қосады екенбіз 45%-дық алюмнің массасы дейді. Демек, 45%-дық алюмнің пайыздық концентрациясын тауып жіберейік, Оны оңай таба аламыз. Демек, 45, ал күкірт қышқылы 100-ден азайтатын болсам 55 болады. Күкірт қышқылы өзгеріссіз 55 бойынша қалады. Ал SO3 болса, өзінің массасын 1,225 есе көбейтіп, ол қанша болып қалады? 55,125 болып қалады. Ол екеуін қос жіберетін болсам, менде сол
диагоналға қоятын пайыздық концентрация келіп шығады. Ол 110,125-ке тең екен. 110,125. Ал енді оқушылар диагонал бойынша азайтып жіберейік. Азайтқан кезде бізде мына жерде 40 болады. 40-тан 0-ні азайтатын болсам, 110,125-тен 40-ты азайтатын болсам, демек, менде 70,125 болады. Бұл екеуі біргелікте менде қанша еді? 110,125. Ал енді мына реакцияның шартында 300 грамм күкірт қышқылының құрамында деп тұр. Оқушылар, демек 110,125 грамм ерітіндінің құрамында 70,125 грамм су бар, 40 грамм 45% алиум бар. Ал енді маған 300 грамм ерітінді дайындау үшін күкірт қышқылы ерітіндісі 45% алиумнан қанша керек деген сұраққа жауап беремін. Бұл сан менде болады екен 108,97-ге тең. Есептеп көріңіздер. Демек, мына оп-оңай бұл санды тауып алдым. 34,5 грамм алиумды толықтай бейтараптау үшін 74,5 сантиметр куб калий OH, оның тығыздығы берілген, еще пайызы берілген, жұмсалған болса, алиум құрамындағы заттардың массалық үлестері. Сразу айта кетейін, енді бұл кішкене күрделі есеп. Калий OH-тың массасын тауып алайық, иә? Мына сантиметр куб дегеніміз миллилитр ғой, оқушылар, миллилитр. Оның массасы 42-ге тең екен. Сразу зат мөлшерін тауып алайын. Енді жұмсалған калий OH-ты тауып алдым. Енді калий OH немен реакцияға түседі? Әрине, алиумның құрамында менде күкірт қышқылы бар и SO3 бар. Олардың әр қайсысымен реакцияға түседі. Соны жазып алайын. Мына белгілеулер кіртемін. H2SO4-тің массасын мен 98X деп алам. Ал SO3-тің массасын 82X деп алам. Себебі алиумның құрамы ғой сол. Енді теңдеу құрастырып жіберем, иә, мына жерде. Демек, 80X плюс 98Y тең 34,5. Ал енді белгілеу кіртетін болсам, SO3X болса, калий OH 2X болады. Күкірт қышқылы Y болатын болса, калий OH 2Y, себебі алдында 2 саны бар. Енді демек, екінші теңдеуім болады X плюс 2Y, тең оның мәні 0,75-ке мол, я, сәйкесінше. Ал енді мына теңдеуді шешемін. Бұл үшін, мына теңдеуді шешу үшін, мына екінші қатарды көбейтемін. Қаншаға көбейтем? 40-қа көбейтіп жіберем, я. Сонда бізде мына бір маған керек емес, айнымалы жоқ болып кетеді. Демек, 80X плюс 80Y тең менде 30 болады, иә? 0,75-ті 40-қа көбейтсем. Енді азайтып тастаймын мынаудан бұны. Демек, мына 0 болады. 80-нен 80-ні азайтқанда, мына жерде 18 Y тең 4,5. Y тең болады менде 4,5-ді 18-ге бөліп жіберіңіздер, 0,25 мол. Ал енді сол жерде X-те табалам. X-ті қалай табам? Мына 0,25-ті апарып, Y-тің орнына қоятын болсам 0,5. 0,75-тен 0,5-ті азайтсам 0,25. Оны 2-ге бөлетін болсам, оның мәні болады 0,125 мол. Мына жерде кішкене сыймай тұр, иә, мол. Мына жерде де мол. Сынықты ғой, иә, оқушылар. Ал енді мен олардың мол зат мөлшерін тауып алғаннан кейін спокойно массасын және массалық үлесін таба аламын. Демек, массаларын тауып алайын. Сперва, демек, SO3-тің массасы, мына жерде менде SO3-ті X-пен белгілегенмін, 0,25 екен. Көбейген 80 грамм бөлінген молға тең болады 10 грамм. Тура сол сияқты күкірт қышқылының да массасын тауып алайын. Ол менде болды, Y-пен белгілегенмін, 0,25 мол болды. Көбейтсем 98-ге, ол менде 24,5 грамм болды. Демек, массалық үлес SO3
табылған 10 граммды бөлеміз 34,5-ке, көбейтеміз 100-ге. Ол тең болады екен 29%-ға. Тура сол сияқты күкірт қышқылының да массалық үлесін тауып аламын. Демек 24,5, оның массасы сіздермен бірге есептедік. Мына 24,5-ды бөлемін 34,5-ке, көбейтемін 100%-ға. Ол менде болады екен 71%-ға. Демек, менде SO3 болды 29%, ал күкірт қышқылы болды 71%. Демек, мына жерден қарайтын болсам, С жауабы, яғни F жауаптары дұрыс екен. Маған оңай, мен түсіне аламын деп ойлаңыздар. Бізде соңғысы 50%-ық 350 грамм күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін суға қосылатын алюмин массасы. Оқушылар, мән беріңіздер. Оқушылар, соңғы есеп 50%-ық 350 грамм күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін суға қосылатын алюмин массасы. Мына жерде байқадыңыздар ма? Алюминнің проценті жоқ екен, я? Енді соны өзіміз тауып ала аламыз. Ойбай, енді қалай шешемін деп ойламаңыздар. Оны оңай шеше аламыз. Мен сіздерге бұл есепті шығарудың қазір оңай жолын ұсынатын боламын. Демек, сперва мына алюминнің құрамдағы SO3-тің массалық үлесін тауып алайық, я? Бұны екі әдіспен табуға болады. Бірінші әдіс. Мысалы, бізде H2SO4 көбейген SO3 қой, дұрыс па? Сол себепті мынаны 80X, ал мынаны 98X деп алсаңыздар, и SO3-тің массалық үлесін табуға болады бұлайша. 80X-ті бөлесіздер, 98-ге 80X-ті қосатын болсам, 178X. Ол тең болады, 100-ге көбейтсем, демек, мына X-тар қысқарып кетеді 45%-ға. Тағы одан да оңай жолы бар. Яғни, мына екеуінің емері, яғни күкірт қышқылы мен SO3-тің емері біргелікте менде 178. Оны 100% десеңіздер, SO3-тің массасы 80, оны X% дейсіздер. Демек, X-тің мәні бұл жерде де 45-ке тең шығады. Демек, 45%-ды тауып алдық. Енді бізде есеп өзгерді. 50%-дық 350 грамм күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін суға қосылатын 45%-дық алюмин массасы болып қалды. Енді біз сіздермен бұны шеше аламыз. Себебі бұндай есептерді шешуге біз шебер болып кеттік. Демек, ортаға бізде соңғы концентрация 50 жазылады. Суға 0 қоямыз әрқашан, ал SO3-тің 45%-дық SO3-тің концентрациясын тауып жібереміз. Оны бұлайша табамыз, я? Таптық 110,125 екен. Ал енді диагоналды азайтамын 50. Ал мына жақта менде болады 60,125. Бұл екеуінің қосындысы менде болады 110,125-тің құрамында 60,125 грамм су бар, 50 грамм 45%-дық алюмин бар. Ал маған 350 грамм ерітінді алу үшін 50%-дық қанша алюмин керек деп сұрап тұр. Если суны сұраса да таба аласыздар. Есептеп көріңіздер, 50-ді көбейтесіздер 350-ге, бөліп жібересіздер 110,125-ке. Сонда бізде шығады 158,9 грамм. Ал енді біз мына жерде тесттен белгілейміз. Ал енді оқушылар, кейбір оқушыларымыз мен математикалық жолмен шешем дейтін болса, мен сіздерге оның математикалық жолмен де шешуін қазір үйретіп берейін. Қараңыздар, енді өздеріңізге оңайын ала бересіздер ғой. Екінші әдіс деп қояйын. Демек, математикалық жолмен шешу үшін біз просто белгілеу кіртеміз. SO3-ке су қосып жіберемін. Бұнда менде H2SO4 түзіледі. Демек, мына жерде мынаны SO3-ті 0,45X дейміз, 45% екен таптық қой, оның массасын. Ал мынаны Y дейміз, мына жерде 80 и 98. Есептейтін болсам, Y-тің мәні менде болады 0,55-125. Ал енді теңдеу құрастырып жіберемін. Күкірт қышқылының массалық үлесі менде бар ғой, күкірт қышқылының массасы бар. Сол себепті мына жерден күкірт қышқылының массасы менде М күкірт қышқылы. 350-ді көбейтемін 0,5-ке. Ол болады 175. Ал енді теңдеу менде мынандай болады. Мына менде басында 0,45X SO3 болса, күкірт қышқылы одан қалғаны 0,55X болған. Мына жерге жазып қоя салайын. H2SO4 көбейген SO3-те. Мынау менде 0,45X болса,
0,45x болса, мынау 0,55x болған. Қосылып кетпесін деймін. Ал енді теңдеу құрастырсам болады. Демек, 0,45x-тен түзілетін күкірт қышқылы 0,55, 125. Ал қалғаны 0,55x. Сондықтан да 0,55x плюс 0,55, 125x тең 175-ке. Ал енді мына жерден x-ті табатын болсам, мына екеуін қосқан кезде 1,1025x тең 175-ке. Ал x-ті табу үшін 175-ті бөліп жіберем, 1,1025-ке. Ол менде болады 158,9. Демек, оқушылар, мына теңдеу құра алсаңыздар, теңдеу құруға сіздерде математикалық жағынан білімдеріңіз жеткілікті болса, мынандай теңдеу құрып шеше беріңіздер. Ал теңдеу құру маған қиын деп ойлайтын болсаңыздар, менің мына диагонал әдісім сіздерге көмекке келеді. Демек, диагонал әдіспен шешкенде сіздер қысқа жолмен көп мәліметке ие боласыздар. Демек, оқушылар, мен сіздерге бүгін мына көптеген есептерді оңай жолдармен, қолжетімді жолдармен бердім. Енді сіздерге тағы бір жаңалығым, мына өзімдің химия оңай, химия изи курсымды сіздерге алыңыздар деп айтар едім. Оны скидкасыз 13.990 теңгеден айына, скидкамен 11.990 теңге, 8-ші, 9-ші, 10 сыныптарға биорганикалық курс 3 айлық, ал 11 сынып оқушыларына 6 айлық биорганикалық курс, органикалық курс, яғни тереңдетілген химия курстары. Тағы бұларға қоса, соңына дейін сіздер ұбт тапсыратын кезге дейін 2 ай тегін нұсқа талдау, жаңа актуальный базамен. Тағы да оны апта сайын нұсқа талдауды мен Фируза апай жүргізеді. Яғни адвайзерлер емес, кураторлар емес, мен өзім жүргіземін. Тағы да біздің курстың артықшылығы сіздерге тек қана химиядан білім емес, мотивация беріп, психологиялық жағынан да қолдау көрсететін боламыз. Оқушылар, біздің бүгінгі сіздерге дайындаған нұсқа талдауымыз аяқталды. Барлық ниеттеріңіз орындала берсін, балдарыңыз жоғары болсын. Сау болыңыздар.